Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Қазақ әдебиеті сабағы ұрпақ тәрбиесі бөлімі бойынша Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы поэмасы. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Сабақ мақсаттары: поэма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды, автор бейнесін анықтайды. Бағалау критерийлері: шығарманың мазмұнын түсінеді, автор бейнесін анықтайды, сюжетін талдайды. Ой түрткі сұрағы: суретте кім бейнеленген? Ақынның қандай өлеңдері бар? Суретте қай батыр бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар оқушылар, суретте Мұхтар Шаханов деген ақын берілген. Батырымыз бұл Махамбет Өтемісұлы деген батыр. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде Түркістан облысы Төле би ауданында туған. Қазақ ақыны, драматургі, қоғам қайраткері. Ол КСРО халық депутаты, КСРО жазушылар одағының мүшесі. Тойлауға тыйым салған Наурыз мерекесінің 62 жылдан соң қайта салтанат құруына септігін тигізді. Арал және Балқаш проблемаларын көтерді. Тұңғыш рет құпия сақталған желтоқсан оқиғасын әлемге танытып, зерттелуін талап етті. Қазақ тілін мемлекеттік тіл статусына көтеруге ұсыныс жасады. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Нарынқұмында туған. Қазақтың әйгілі ақыны, күйші, композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалынды жыршысы болған. Картадан Нарынқұмын табыңыз. Каспий маңы ойпатының солтүстік батыс бөлігінде Еділ мен Жайық өзендері аралығында орналасқан екен. Нарынқұм поэмасының мазмұнын түсіп оқыңдар. Ол үшін берілген сілтемені ашып, мұқият оқып, тыңдап шығамыз. Нарынқұм зауалы поэмасын мұқият оқып, мазмұнын түсінген болсақ, онда тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Берілген кестеге поэма бойынша оқиғалар желісін 1-2 сөйлеммен толтырып жазыңдар. Бағалау критерийі: сюжеттің құрамдас бөлшектеріне талдау. Бұл жерде сіздер осы Нарынқұм зауалы поэмасы бойынша оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін осы кестеге 1 сөйлеммен толықтырып жазып шығасыңдар. Дескрипторы: поэма мазмұнын біледі, сюжет бөлшектерін ажырата алады. Тапсырманы орындап болсаңдар, өзіңді тексер. Оқиғаның басталуы: Махамбеттің өзінің өлерін күнін бұрын сезінуі. Оқиғаның дамуы: сұлтан тыңшыларының батырды қапыда өлтіріп басын алуы. Оқиғаның шиеленісуі: батырдың басы үшін қымбат сый алған жігіттің әкесіне келіп мақтануы. Шарықтау шегі: әкесінің ашуға мінуі. Оқиғаның шешімі: әкенің үкім шығарып баласын жазалауы. Жақсы, енді келесі тапсырма:
Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Бағалау критерийі. Шығарма бойынша автор бейнесін анықтау. Поэма мазмұны бойынша кестені дұрыс толтыру. Берілген кестені толтырыңыз. Бірінші бөлімдегі басты мәселе. Қандай мәселе болды? Жазып кетесіздер. Махамбет пен автордың бойындағы ұқсастықтарды анықтаңыз. Автор мен Махамбет арасындағы ұқсастықтарды жазасыздар. Екінші бөлімдегі басты мәселе. Екінші бөлімде әке өкімі деп аталады. Сол бөлімде қандай мәселе көтерілді, сол туралы жазып кетесіздер. Келесі, егер де мен автор болсам, балаға қандай үкім берер едім? Не себепті? Өз ойларыңды автор орнына қойып, балаға қандай үкім берер едіңіздер және себебін жазып кетесіздер. Және соңғы кестеде Нарынқұм зауалы шығармасындағы үкімге ұқсас қатал үкімдер басқа қай шығармаларда бар екенін жазып кетесіздер. Дескриптор бөлімдердегі басты мәселені анықтайды, автор бейнесін анықтайды, өз көзқарасын білдіре алады, өткен шығармаларды еске түсіреді. Осыларды кестені толтырып жазамыз. Тапсырмаларды орындап кері байланыс шығу парағын толтырамыз. Сіз бүгін не үйрендіңіз? Сіз тағы не білгіңіз келеді? Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.